Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар және оқушылар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз одуванчик. Бақ-бақ салу. Дұрыс, қазақша бақ-бақ. Соны қалай салу керек екенін бүгін көрсетеміз. Біз бірінші мінекей дана бүгін негізгі фонын жасап қойдық. Кішкентай размерде. Гоша сенде кішкентай размерде. Мен А4 форматын алдым. Біз осыған осындай мынада темный-зеленый бар, темный-зеленый цветпен осындай фон жасап аламыз. Содан кейін ақ гуаш бізге көбаса керегі. Мынадай газетпен салып шығамыз. Бұны орысша айтқанда мятый бумага. Газетті былай бумажда салып шығамыз. Мына бумажда бар. Неге? Біз арнайы мына темный неден де қосамыз. Синий цветтен де қосамыз, көк цветтен. Кейбір жерін ашық қып та саламыз, Неге? Сары цветті қосып қояйық. Өйткені біз акварельмен де арасында салып жатырмыз. Біз үйдегі бар мүмкіндігі барынша бар құралмен жұмыс істейміз. Неге? Жағып алам. Жасылды да жағып алдым. Равномерно бояп шығамыз. Мінеке қағазды бүйтіп мұжимыз. Мятый. Бұлай бүктеуге келмейді. Көрдіңіздер ме? Ортасынан ұстаймыз. Сосын жан-жағын әтіп. Өйткені бізге қазір одуванчиктің фактурасы. Егер қысқартып қыларыңыз келсе, көбірек аласыздар. Кішкентай бол. Бұлай босатсаңыздар, объемы қағазымыздың көбірек болады. Артық жерлер босаламыз. Енді аққа батырамыз. Мінекей. Әншке батыра қояқ. Не алдыңда бара. Мінекей. Ұрып аламыз қағазға бет. Жинақтап ұста. Бетіп ұста. Ұста жинақтап. Болды. Енді мұны жерге домалақ саламыз. Көрдіңдер ме? Домалақ қып бет. Домалақ қып. Бір жерге домалақ қып. Домалақ, сен де сөйт. Мінекей, көрдіңдер ме? Одуванчиктің формасы қандай? Дөңгелек. Дөңгелек, домалақ. Көрдіңдер ме? Нет. Ой, молодец. Қазір қоямыз енді. Мінекей. 4-5 одуванчик жетеді деп ойлайын. Мінекей. Ол үстіне баса берме. Жасыл шығып кете береді. Менің одуванчигім. Үлкендеу бол. Сен одуванчик. Так, енді бұлай қыламыз. Мынаның ортасына бүйтіп саламыз. Кесішкінің ұшымен ғана. Ортасына бүйтіп. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, молодец. Неге бүйтіп. 1, 2, 3, 4, 5. Көп қалды. Мен әлде де болса кепкен кезде үстіне ақпен тағы да беріп өтуге болады. Үстіне ақпен тағы да салуға болады. Енді сабағын саламыз, қара. Енді сабағын саламыз. Кешкіні батырмаймыз, жайлап. Көрдің бе? Мынадай. Енді бүйтіп аласың, сабағын бүтеп, жаймен саласың, мынаны бұлай саласың, жақсы ма? Так, сабағын. Бақ-бақтың сабағын. Так. Енді қараңдар. Қоңыр түс алсақ та болады, дұрыс. Қоңыр, Көтіп жібереге. Асына не саламыз? Кішкентай қара мен қоңырды қос. Көлеңкесін саламыз.
Көрдің бе? Сен де сөйте ғой. Кішкентай қарадан, маған қара қос. Қостым. Үстәрәдеде. Ау? Не қостым? Аха, енді мына жерге көлеңке сал. Көлеңке. Мінекей. Енді адай точка саламыз, Танечка. Үш жағына сәл-сәл точка. Кәде? Аха. Аха. Бүйтіп. Так, үстіне мынадай точкалар саламыз. Сосын ар жағына бұл енді одуванчик деген далада аққа. Мынадай түс мінекей. Енді сал. Енді жарық түс саламыз. Көрдің бе? Мына сенің жасаған фоны темный уағыл. Мен ар жағына шөптер салып шық. Жақсы ма? Ашық түспен. Мен де солай жасайын. Сен де солай жаса. Не жерде? Бағын ала бер. Жасыл да қосам темный. Менің фоным ашық болғаннан кейін мен темный жасыл қосуға тырыстым. Ой, молодец. Даянышканікі ашық, сондықтан ол ашық. Енді мен саған бұлайлай ашық. Ақтан кішкентай берейін. Бүйтіп жағып. Ақ беріп шықма. Кейбір жерлеріне жоғары дұрыстап ұста. Үсті жақтарына ашық тағы беріп шығамыз. Үсті жақтарына. Так. Енді мына жерге әркімнің өзінің фантазиясы. Мысалы, отырған көбелек салса да болады. Е? Іштанышканы тағы немді. Мынадай көбелектер сал. Қырдан. Ал. Қазір сен де көбелек саласың, е? Мен солай көбелек салғым келді мысалға. Мен де көбаса сдержанный тона дейді ғой. Көп артық цвет жоқ. Неке. Әді біліп. Бір 5 минутта орындауға болады. Неке оқушылар құрметті. Бір 7-5 минуттың аралығында біз одуванчикті, жаңада мятый бумага дейді, біз қалай салу жолдарын көрсеттік. Так, Дана, ұнады ма? Диана? Диананы салған жұмысын бәрі. Осымен біздің бүгінгі салған, бүгінгі сабағымыз осымен бітеді. Келесі сабаққа дейін көріскенше. Сау болыңдар. Сау болыңдар.